еркіндік, сұлулыққа құштарлық, жастық жалын мен мұқалмас жігер, өнерге деген өшпес махаббат. Би тумасынан тұнықтаған өнерпаздарды Астанаға асқақ арман жетеледі. Қасиетті Қараөткелде қазақтың кәсіби би өнері өріс алды. 1999 жылы ерке назды, әсем сазды наз халық би ансамблі құрылды. Жастар одағы сыйлығының лауреаты, шабыт шығармашыл жастар байқауының жеңімпазы, 7 жылда жұртшылық жүрегін жаулаған наз халық би ансамблінің әр бишісі өзіне үлкен міндет жүктейді. Басты борыш астаналық кәсіби биді жаңа белеске көтеру. Жылы осы Астана қаласының астанасы болып дегенде презентациясын телевизордан қызықтап қарағанбыз бәріміз де теледидардан. Сол кезде шіркін-ай, осы жаңағы би өнерін көтеруге, қазақтың халық би өнерін көтеруге кім кетті екен деп Еркебұлан екеумізде сондай ой болатын. Өстіп ансамбльді бастап кеттік. Осы мәдениет басқармасының шақыруымен. Сөйтіп ансамблімізді аштық. Алғашқында 2-ақ қыз болатын. Сол 2 қыз қазір міне 45 биші. Жартысы жігіт, жартысы қыздар. Үлкен тіпті ансамбліміз театр болдық. Би театры десе де болады. Хас өнер бұрынғыны қайталаудан емес, сан мың саңлақ жүрген жолдан өз соқпағыңды тапқанда ғана туады. Бұл Астанаға атақты Алтынай би ансамблінен бөлініп келген айбоздар Қадиша мен Еркебұлан Ағымбаевтар ұстанған қағида. Тың жанрда қойылған тұйғындар тарихи би спектаклі тынымсыз ізденістен туған. Шабыт арқауы Астана, жасарған, жаңарған ұлт дидары. Тұйғындар деген ол өзі тарихи би спектаклі. Соны күлтегін заманнан басталып, қазіргі заманмен, қазіргі Астанамызбен бітетін спектакль. Бұл енді былай айтқанда таза фольклорлық би емес ол. Кішкене 21 ғасырға сәйкес келтіртіп, былай шоу қылып, қазіргі тілмен айтқанда шоу спектаклі. Жаңағындай 3 этапты көрсетеді. Бірінші этап көне заман, түркі заманы, қалай сол кезде жауынгерлер болған, күлтегіннің әскері қандай болғанда көрсеткіміз келді. Ортаңғысы ортада қазақтың хандығы, тулармен де көрсетіледі. Қазақтың хандығы, соңғысы ең аяғында ол қазіргі 21 ғасырдағы Қазақстан, қазіргі Астанамыз, солай көрсеткіміз келді. Тікелей бір образды көрсеткен жоқ, былай жалпы қазақ елінің түркі заманынан бастап қалай осы заманға жеткенін көрсеткіміз келді би тілімен. Білезік ойыны, оймақ қойылымы, ғазиз көңіліңді ғаламат әсерге бөлейді. Наз халықтық би ансамблі көбіне тақырыптық би қоюға құмар. Кәсіби биде атақты шара жиын қылып әкелген ұлттық сипат болу керек. Сахналанбай жүрген халқымыздың қаншама салт дәстүрі бар, тарих бар. Кең, әдемі, осы нағыз евразиялық жаңа орталық десе, нағыз соған сәйкес, соған сай өте әдемі ғимараттар болғандықтан оларда әрине біздің шығармашылығымызға, біздің алға қарай сол Астананың өсуінен қалмай, бізде өсіп, тырысып, жаңа деген шығармалар басқаларға ұқсамайтын, өзімізді өзгеше
мынау өзіміздің енді Сарыарқадағы бой көтерген астанамыз, сол сияқты бізде өзгеше наз болып, өзгеше ішіміздегі шерімізді бимен көрсетуге жаңа қойылымдар, көп қойылымдарымыз осы уақытқа дейін болған басқалардың қойылымдарынан өте өзгеше. Ал самұрық деген хореографиялық би қойылымы, ол енді нағыз өзіміздің жаңа бетке ұстар бәйтерегіміз Астанадағы соған арналған болатын. Бәйтеректің түбінде үлкен сахна қойып, кәдімгі самұрық құсын, оның балапандарын, жаңағы айдаһардың балапандарын қайта-қайта жеп қоятындығын бәрін би тілімен, отпен, судың өзінің арасындағы арпалысы, соның барлығы үлкен сахнада көрсетілді. Және ол қойылымға осы Астанадағы бүкіл би ұжымдары және де Қазақстанның кейбір мықты деген би коллективтері шақырылып, солай бірге қойылған дүние. Астаналық ансамбль болу деген енді ол біз үшін үлкен жауапкершілік. Бүкіл Қазақстан қарап отыр. Наз деген өзі терең сөз ғой. Наз деген ішіне көп ой кіреді. Наз, нәзік, наз деген сосын терең ақыл болады оның ішінде. Мысалы, әдемі, әсел деген сөздің бәрі кіреді ғой деп ойлаймыз өзіміз. Би тілі. Санадағы сурет сезім иірімдерімен өріліп, әсем биге айналады. Жалынды жастық шақ, құштар көңіл, өнерге адалдық. Астанадағы кәсіби би өнерінің кәусар бұлағы